сынып мұғалімі Төлеутаева Назира Сәкенқызы. Математика пәні бойынша ашық сабағының тақырыбы құрама есептерді шығару. Сізге қазір айтып жатсыңдар, қараша айы. Қараша айының құндылығы қалай аталушы еді? Әділдік және жауапкершілік айы. Жарайсыңдар балалар. Нешінші нөмірлі? 8-ші. Ал. Оқыңызшы бәрі. Құрама есеп неше амалмен шығарылады? 2 немесе одан да көп амалмен. Кәне, тексеріп көрейік. Тамаша. Әділдік мақсатқа жеткізеді. Шыдамдырдыңыз ба? Бесінші нөміріміз қыз? Ал 7-ші нөмір ашыңыз. Айданадан 18 ертегі және 12 өлең кітабы бар еді. Ол достарына 7 кітап сыйлады. Айданадан неше кітап қалды? Айданада. Кәне, тексеріп көрейік. Тамаша. Жарайсың. Тездетеміз. Келесі. Тағы да қандай? Ересек адам. Белгісіз бар ма кітапқа? Ересек адам неше деп тұр? Бар аяққа. Қанша деп тұр? 2 деп тұр. Ал біз есептің шартын құрастырдық. Енді сұрағы. Не дұрыс бар ма? Бар. Сонда жауабы бұл жерде барлығы неше көлге неше бала барған екен? Мына болса нешеге жазамыз жауабы? Жауап жазылшы ғой. Санын жасай көріп. Болса нешенің ішіне. Бірге барып келдік, я? Тамаша балалар. Ал енді балалар. Келесі. Шипажайында 50 адам мал, алтынай шипажайында 40 адам демалып жатты. Олардың 30 үйлері